Рейдерліктерге қатысты жыл басынан мамандандырылған әкімшілік сотымен 275 іс қарастырылған. Карантиндік шектеулерге қатысты отырыстар тараптардың қатысуымен онлайн режимінде өтеді. Биыл атқарушы өндіріс аясында 2 ай ішінде сот шешімін, үкімдерін, қаулыларын, өзге сот актілерін орындамайтын рейдерліктерге қатысты қарастырылған істер саны өсті. Қазіргі таңда рейдерде 4 жеке меншік сот орындаушылары жұмыс істейді. Олар бірінші бөлім 669 бап бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау туралы ұсыныстарын жиілетіп жіберетін болды. Основная масса это злостные неплательщики. Негізгі бөлігі алимент төлемейтіндер. Олардың төлемі бала 18 жасқа дейін тұрақты түрде жасалады. Балаға алиментті ай сайын төлеп отыру керек. Бірақ бізде жауапсыз әкелер көп. Оларға қатысты істер көп қозғалады. Рейдерліктердің назарын Қазақстан Республикасының Конституциясына сай сот шешімін және өзге де заң актілерін орындау барлық жеке және заңды лауазымды тұлғалар үшін міндетті болып табылатынына аударамыз. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істердің 434 бабы бойынша төмендегі байқалады. Мәселе баптан қоғамдық қолдану жерлерін ластау үшін жауапкершілікті шығарғаны үшін. Енді бұл құқық бұзушылықтар сотпен емес, полициямен қарастырылады. Бүгіндері қоғамдық қолданыстағы жерлерді ластау үшін 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл қарастырылады. Құқық бұзушылық қайталанса 10 айлық есептік көрсеткіш. Ұсақ бұзақылық үшін сот айыппұл түріндегі жауапқа немесе 15 тәулікке дейінгі қамауға тарта алады. С 1 января 2020 года 2020 жылдың 1 қаңтарынан, яғни жыл басынан бастап қоғамдық қолданыстағы орындарды ластау жеке бапқа көшіріліп, полиция бөлімінің ведомствосына тапсырылды. Бұл істер темекінің қалдықтары, бөтелкелер, коммуналдық қалдықтарды тастау барлығы полиция бөліміне тапсырылған. Сот қазір тек ұсақ бұзақылықпен байланысты істерді қарастырады. Боқтық сөздер айту, басқа да осындай істерді, яғни қоғамдық тәртіпті бұзу істерін қарастырады. Жыл басынан 379 іс медиаторлардың қатысуымен және тараптардың келісімге келуімен қарастырылды. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің тараптардың келісімге келуімен байланысты жауапкершіліктен босату туралы 64 бабына өзгертулер енгізу мезетінен көпшілігі сотта кімдер келісімге келе алады деген сауал қоюмен болды. Жаңашылдықтар отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтарға да қатысты болды. Право примирения дается только один раз. Келісімге келу құқығы тек бір-ақ рет беріледі, және ол бірінші рет жасалған іс болатын болса, яғни бір бұзақылықты бірінші рет жасап тұрған тұлға болып саналады. Мәселен, отбасылық жанжалдар, қол көтеру, ұрып соғу, осы жағдайда бір рет келісімге келуге мүмкіндік беріледі. Және сот сол құқықты бір рет пайдалана алатынын түсіндіреді, кезекті рет әкімшілік жауапқа тартылатынын ескертеді. Бұл тежеуші фактор, көбі ойланып қалады. Бұрын мәселен, осындай түсіндіруден соң сан рет келісімге келетін, апта сайын келе алатын, ұрсысып, қайта татуласатын, сондай тұрақты келушілеріміз де болатын. Енді бұл іс тоқтатылады. Бір рет татуласады, кезекті рет әкімшілік өндіру шарасы қолданылатын болады. 1 қазаннан бастап өз жұмысын түнгі сот бастап отыр. Істерді қайта қарастыра бастау көпшілігіне ыңғайлы уақытта 18:30-дан 22:00-ге дейін мүмкін болды. Түнгі сотта жиі жол көлік оқиғалары жөніндегі істер қарастырылады. Айта кетсек, мас жүргізушілерге қатысты істер азайған жоқ. 608 бап бойынша көлікті ішкен күйде жүргізуге байланысты 112 іс қарастырылған.